Adam's Question. Adam's Question. Армысыздар ағайын, эфирде Ақ студия. Және мен Айгүл Мырзаханқызы. Бүгінгі Ақ студияның қонағы қазақтың тұңғыш антропологы, қазақ ғылымына еңбегі сіңген, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, Италиядағы Балон академиясының корреспондент мүшесі Оразақ аға Смағұлұлы. Adam's Question. Аға, қазір енді интернет деген дүниені білесіз, кәдімгі айшылық алыс жерлерден дегендей жер-жердегі ақпараттарды беріп отыр. Сонда бір атын айтпай қояйын дәлдеп, орыс ғалымы былай деп айтып отыр: Қазақстан жеріндегі аштық, егер ол дәуірде, мысалы қазіргідей заман болғанда, ол аштықтың соншалықты деңгейіне жетпеуіне әлем жол бермес еді дейді. Неге? Өйткені бір жерде аштық немесе бір жаңағы табиғи апаттар болып жатса, өзіңіз білесіз, әлем халқы болып көмекке келеді. Сонда біз КСРО, яғни Кеңестер одағы болғандығымыз үшін, Кеңестер одағының шекарадан ешкімді өткізбегені, тіпті ақпараттың алыс берісі болмағандығы үшін соншалықты дәрежедегі өте үлкен аштық болып тұр ғой. Оның үстіне ол аштықтың зардабын ең кең көлемде көрген біздің қазақ халқы. Ол кісінің айтатын дәлелі былай болып тұр. Өйткені Кеңестер одағы кәдімгі көшпелі мал шаруашылығымен айналысатын халықты күштеп бірден отырықшылыққа айналдыруының бұл нәтижесі деп айтып отыр. Сонда ол қолдан жасалынған аштық болып тұр ғой. Солай жүрміз ғой енді. Қалай болған? Партияның. Қалай болғанда да. Бұл кейде бір басқа сұхбаттарыңызда айтасыз, нықтап, мен партия мүшесі еш уақытта болған емеспін деп. Оның бір белгілі бір сондай бір принцип па ол сізде? Жоқ, сізді партияға өткізбеді ме? Принцип ғой. Принцип, е? Шешемізді аштан өлтірген үшін. Сол үшін. Бұл сіздің азаматтық принципіңіз болды. Енді Қазақстан жерін аштан өлу деген енді ол барып тұрған надандық қой. Енді осындай жерде, осындай барлық малын сыпырып алып отырғызды. Не асырайтын барлық егіндерін индустриализация жүргізіп, коллективизация, одан жиналған табыстар, азықтар бәрі Ресейге жіберілді ғой. Ресейдің армиясын қарын толтыру, Ресейде индустрия жасайтын жұмысшылардың қарын толтыру, жалпы барлық табыс мына 74 жыл бойы сол Ресейге кетіп отырды ғой. Сонда мен ойлаймын, бұл даже Колбин келгенде айтты ғой, Қазақстан еще 95% доллар на Россия деп. Сонда бізге Россия не бәрін алдын жалатып бізге тамағымыздың тойғызғаны ма? Қыртыстығынан басқа. Әбден колониальный системаның нағыз ауыр түрін жерімізде өткізді ғой. Менің түсінігімде, мен де енді Кеңестер одағының шет жағасын көрдім. Жастық шағымыз сол пионерде болдық, комсомолда болдық дегендей, партияға өтпесек те. Бірақ мүмкін мен қателесуімде мүмкін, өз пікірім өзімде, менде мынандай бір пікір бар. Қазақ халқының Кеңестер одағында бір кең, мол, тоқшылық болып, баршылық болып, барлығы мысалға екі үйде бір машина болып, көлік болып, немесе бір жаңағы сондай тоқшылықта өмір сүргенін мен есіме түсіре алмаймын. Өйткені жаңа өзіңіз айтқандай басынан бастап аштығы бар, одан кейін соғыс келді, соғыстан кейінгі жылдар бар, одан кейін
тың игеру жылдарымыз бар. Келіп, енді Кеңестер одағы тарағаннан кейін ғана қарнымыз тойды десек болатын шығар. Қалай ойлайсыз сіз осы пікірге? Дұрыс ойлайсыз. Мен 30-ға келгенде үйлендім. Мен сол 50-ші жылдан бастап жаңағы почти 70-ші 66-67 жылға шейін қарным тойып өз ақшама мен таматымын кісі емеспін. Өмірдің ауырлығы сондай, ақша жоқ. Ақша жоқ. Тойып ішетін тамақ, ақша жоқ. Қараңыз, сіз Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың антропологияға бағыт, алғашқы бағыттаулар ғой енді ол кісінікі. Бағытта одан кәдімгі біздің атақты тарихшымыз Әлкей Марғұланның сізге жаға зерттеуді нақты жерін анықтап беріп тұр ғой сізге. Сүйектерді қайда Енді жаңа айтып жатсыз, қазғандарымыздың барлығы көбіне егесіз қалған, аштықта өлген сүйектердің үйінділері болып тұр ғой сонда. Қарапайым ғана сұрақ, сонда біріншіден жаңа ауыр еске алатын моральдық себебі бар, одан кейін физикалық себебі бар деп ойлаймын. Сізге қорқынышты болған жоқ па сол жұмыстарыңыз? Сонда қорқынышты емес, енді әбден мен де сен институтында Москваларда сол жаңағы дайындық аспирантураға болу үшін біраз сүйектерді зерттедік. Кавказдың сүйектерін зерттеуге берді, инструментін берді. Өздері зерттеген, сонымен зерттегенде соны сәйкестендіріп отырды. Қай жерден қате кетті методикадан, соны түзетуге. Сондықтан ыңғай сүйек болғасын. Үш адам өлі адамның сүйектен қорқпау керек, тірі адамнан қорқпау керек. Бұл адамдың өлімінен, сүйегінен, денесінен қорқатыны ертең өзді осындай жағдайға барады адам. Туңмау керек, туғаннан кейін өлетіні анық. Мәңгілік ешкім жоқ. Сондықтан мына жаңағы адамдардың аштан өлуі бұл тебірентетін жағдай. Шешеңізді былай қойғанда қаншама адам 4 миллион деген не деген масқара бұл. Халықтың жартысы аштан өлген. Қазір 15 миллионбыз. Өзбектер сол кезде, мына Шымкентте тұратын өзбектердің саны қазақтан 2 есе болған ғой. Қазір өзбектер 40 миллион. Ал біз әлі 15 миллион. Орысы бар, цыганы бар, жаңағыны 20 миллион болып отыр. Сіздің кітаптарыңызда да айтылады, басқа сұхбаттарда да айтып жүрсіз, бүгінгі әр қазақ 5 қазақтың жүгін көтеріп жүрді. Жаздым, емін әсаби қырында туып атқан балалар сол өлген 4-5 қазақтың арбанын арқалап туып жатыр деп. Арқалап туып жатыр деп жаздым мен. Өйткені онда да бұл арқалап туып әлі 100 жылға созылады. Сондықтан анау халықтың 60-70 миллионға жеткен кезіне жету бізге әлі қайда көп алыс. Сондықтан бүгінгі әрбір қазаққа айналайын бауырым, сен бір емес 5 қазақтың жүгін көтеріп жүрсің десеңіз болады ғой? Болғанда бұндай. Шында да солай ғой. Шында да солай. Бірақ соның түсініп атқан, түсіндіріп айтып жатқан ешкім жоқ қой. Адамға да өзің неге білмейсің деп айыптай беруге де болмайды. Кішкене түсіндіру керек қой. Қандай өмір болған, қандай қиыншылық болған, соның бәрін бастан өткізген кішкене өмір көрген адам, оқыған адам айтып отыру керек. Келешекте бұл қайталамау үшін.
әңгіме. Сонда бұл ғылыми атақ алу үшін емес, маған бермесе де, мен де оның қиналмас едім. Бірақ қазақ халқының 5000 жылдық тарихын жылы дәлелдеп бергенім, оған президентіне шейін танымалық жасағаны, маған қуанышы да, берген бағасы да сол еді. Өйткені мен мұны жасамасам, қазақтан басқа мұндай еңбек ешбір халық жазбайды. Өзбек те, қырғыз да, орыс та мұнда жазбайды қазақ мұндай тарихын. Сөзіңіз аузыңызда. Біз Құдайға мыңда бір шүкір, 5000 жылдық тарихы зерттеліп, ғылыми түрде дәлелденген елдің қатарындамыз. Басқа біздің көршілес жатқан, немесе мынау жағалай жатқан елдердің ішінде дәл осы ғылыммен осындай дәлелді жүйелі зерттеу жүргізген қай елді айтамыз? Жоқ қой. Жоқ. Менің бұған елі жасам, жаңа Сатпаевтың арқасы. Мен кандидаттық қорғағаннан кейін Москвадағы, Ленинградтағы біраз мамандар, азаматтар айтты ғой, сенің біздің 15 республикада антропологияны ешбір президент қолдамайды, сенің президенттен басқа. Сондықтан енді кешенді зерттеуге зертті. Айтқан дұрыс болды. Қазір 5-6 мұрық президенттерін зерттедім, дәм сезіміне шейін. Сіздердің президенттеріңізден басқа ешқандай президент деп отырғаны сол кездегі ғылым академиясының басшысы ретінде ғой. Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың антропология енді өз алдына, бұл енді өте үлкен, кәдімгі астын сызып тұрып айтатын үлесі деп сенеміз, басқа үлесі деп айталамыз, бірақ басқа да ғылымның салаларына ол кісінің бағыттаған, қаржы бөлген, немесе ғалымдарына қамқор болғанын біз білеміз. Енді жаңа айттыңыз, Қаныш ағамыздың өзі сізді қолдап, сондай зерттеуге жағдай жасап, одан Әлкей Марғұлан сияқты тарихшылар арнайы дұрыс бағытын беріп, солай дұрыс бағытталған ғылым сіздің кітабыңыз шыққан кезде неге соншалықты қудалауға ұшырады? Енді ұшырайтыны Москвадағы да, мұндағы да білім жоқ қой. Білім жоқ, түсінбейді, білмейді. Соның салдары ғой, сұрыс салдары. Қалай болды ол жағдай? Енді өртегені мен жағаға. Сіздің ғылыми еңбегіңізді, кітабыңызды сіздің көзіңізше өртеді. Иә, бұның бәрі Совет үкіметінде антропологияға көңіл бөлмегендігі. Антропологиядағы расизм дейді, жаңа Гитлердің пайдаланғаны. Бұлар как антрополог, так ол расизм. Соны түсінеді бұлар. Интуитивно бұл ғылым емес, режимнаука Гитлер пайдаланған. Бұлардың көкірегінде сол тұр. Басқа ештеңені танымайды, білмейді. Тым саяси көзқарас болды дейсіз ғой? Енді маған қойған айыбы, жаңа кітапты өртегенде, Исмағұлов беспартийный, нахватался буржуазной идеологии, Японияда болды, Индияда болды, Қытайда болды, Америкада болды, Франция дейді, Германияда болды. Әбден беспартийный набрался буржуазной идеологии. Теперь казахов делят на жусые. Наоборот, анда жазылған ғой. Жүзге қазақтар бөлінбейді. Бет-бейнес жағынан да, қан жүйес жағынан да, тіс құрылысы жағынан да, алақан бедер жағынан да, дәм сезім жағынан. Қаншама сала ол
әр саланың өзінің биологиялық заңдылықтары бар. Бәрі биология бірақ өзінің тістің өрбіп, өсу заңдылығы өзінде қан жүйелерінде де өрбіп, өсіп, осындай қалыпта нақтылы болуы. Ол да өзінің заңдылығы бар. Бет бейнелерінің де осындай заңдылығы бар. Алақан тербедерлерінің қаншама қазір әлемде 8 миллиард халық болса, соның біреуі бір-біріне ұқсамайды. Бірақ сол халықтың өкілдерінің өзінің осы өрнектерінің ауытқулық өзіндік ерекшелігі бар. Басқа халықтардан басқа. Біз міне соны іздейміз. Сөйтіп қазақты әбден нақтыладық. Бұдан артық енді қазақтың бірлігін, тектілігін ешкім дәлелдей алмайды. Сосын бұл ғылымның бір табыр ерекшелігі. Біз қазір 3-ші мыңжылдықтың басында отырмыз ғой. 3-ші мыңжылдықтың аяғында қазақ ұрпақтары мына находка ғой. 1000 жылда қазақ қалай өзгерген нақтылы айтады. Маған мұндай зерттеу болған жоқ, мен салыстыра алмаймын. Менің келешектегі ғалымдарға, қазақ ұрпақтарына жасаған еңбегім осы саланың қаншалықты 1000 жылда өзгешелікке сұрап, қаншалықты соны қазаққа тән бейнені сақтап қалған. Adam's Question.